Сіз қай қаладан боласыз? Қай М, тест центрге барып тапсырдыңыз? Шымкент қаласы Терешковтағы тест центрге барып тапсырдым. Таңдау пәнім география, ағылшын айтқым келетіні. Ең бірінші өздеріңіздің жеке куәліктеріңізді ұмытпаңыздар. Екіншіден, егер де сіздерде жеке куәлік болмаса, онда туу туралы куәлік пен арнайы анықтама болады. Ол жерде өзіңіздің фотоңыз, 3-4 фото және де мектебіңіз өзі толтырып беру керек сол анықтаманы. Сол анықтамамен барсаңыздар болады. Білмедім, бірақ бүгін бізде кішкене сол бойынша неполадки болды. Вот. Вот осы екі кеңесті бірінші естеріңізде сақтап алыңыздар, және де базаға көп сүйенбеңіздер. Көбінесе тақырып бойынша түсініп оқыңыздар. Базада айтайын, өзім ойлаған бойынша көп келмеді база бойынша. Вот. Қазақстан тарихтан бізде келді жаңылдегі 1800-1900 жылғы тарихтар, және де ежелгі тарих тоже келді, но көп емес. Ал математикалық сауаттылықтан заңдылық, геометриялық есептер және де көбісі логикалық есептер болды. Ол жерде вот географиядан 2 азимуттық және де 1 көкжиектік типа сондай есеп келді, және де сұрақтары көбінесе қатты қиынды емес, қатты оңайды емес, орташа сұрақтар. Дайындалмай барған адам ол жерде 20-ның үстінде ұрып шығады. Вот. Географиядан сөнген жанартаулар және де ағыстардан келді. Сондай күн жүйесінің жерді айналып шығуы ма, сондай жауабы 150 миллион километр болады. Және де ең биік жәнедегі материк аты Евразия болады. Ағылшыннан ерунди келді, комплекс object келді, и adverb, и pronouns келді. Мен есімде қалғаны осы. Және де айтқым келетіні, қатты сасқалақтамаңыздар. Ол жерде сасқалақтайтындай ештеңе жоқ екен. Кәдімгідей барасыздар, отырасыздар, там тапсырып шығасыздар, болды. На одном дыхании все болды. Ешкім жеп қоймайды. Спор телефонына келгендер болды ма? Шпор телефонды өзім байқамадым. Енді технично жасамаса, былайынан байқамадым. Және де шығармашылықтарға айтатыным, 1 сағаттың ішінде тапсырып үлгеріңіздер. Ал одан кейін болды. Компьютерлеріңіз автоматически өшіп қалады екен. Көрдім өзім, ана жерде қыздар кішкене непонятка болып қалды да, ағай, неге менің компьютерім өшіп қалды? Мына жерде мен осындай сұрақтарымды белгілей алмадым ғой деді. Қандай не таңдап отырсың дегенде, шығармашылық. Онда сенің уақытың шыққан шығар деді, и сол жалпы. Сонда шығармашылық тапсырғандарға 1 сағат уақыт берді ма? Я сіз Иә, примерно айтып отырсыз. примерно сол 1 сағат, мен естуім бойынша 1 сағат өзінің уақыты шектеулі болады. Енді Айдана, сіз өзіңіз қанша балл алдыңыз? Мен өзім 80-нен жоғары балл алдым. Ағылшыннан ең басында мен дүниежүзі ағылшын таңдаған болатынмын. Бірақтан да ол кішкене ауырлау болған соң география ағылшынға ауысып кеттім. География ағылшыннан өзім дайындалдым. Дүниежүзі ағылшыннан 2 курсқа барған болатынмын. Түсінікті. Енді мына жақта көп сұрақ қойып отыр бізге директке. Жалпы мысалы үшін сіз география ағылшын деп алдын ала өтініш бердіңіз ғой ұбт-ға ше? Иә. Содан кейін ұбт-ның өзіне кірген кезде таңдау пәніңді ауыстырып жіберуге бола ма? ұбт-ның өзіне кірген кезде ешқандай болмайды. Мен өзім сол дүниежүзі ағылшын бойынша кірген едім, ауыстыруыма бола ма дедім. Жоқ, болмайды, өйткені сен осылай тіркеліп қойдың уже базада деді. Если ауыстырасыздар ма, онда сайттан ауыстырасыздар, болды. Ал барған кезде, компьютерге отырған кезде болды. Сіз тек қана сол пәнді белгілейсіз, ал басқасын белгілей алмайсыз.
Түсінікті. Айдана, енді сіз қандай мамандыққа тапсырғыңыз келіп жатыр? Мамандық туризм немесе мейрамхана ісі. Сәттілік тілеймін сізге, Айдана. Рахмет. Қазір мына жақта біраз оқушылар қол көтеріп жатыр екен. Мен қосып көрейін. Мүмкін олардың сұрақтары бар шығар. Сізге қойғысы келіп жатқан. Айша дейді, Салтанат Алпамыс дейді. Сосын Айжан Ниетбай, Назира Рахымбек. Қосып көрейік қазір әзірше. Бір-бірлеп, рет-ретімен бір-бірлеріңізді перебивать етпей сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма? Сәлем, Айжан. Сәлем, Салтанат. Қазір бірінші Айжан қойсын, сосын Салтанат, жақсы ма? Мен сол менде ағылшын мен дүниежүзі тарихы таңдап отқан пәндерім. Бірақ алдағы уақытта 21-не кіремін. Бірақ сол жаңа алдында қыз айтып өтті ғой, ағылшын мен география таңдаған деп. Сол ағылшыннан қандай сұрақтар келгені, және де сәл күрделі болды ма, қанша менде ең соңында ағылшынды тапсырдым. Енді ең соңында болғаннан кейін жәнедегі кішкене ауырлау болды ғой, и одан алдын бізде бір жағдайлар болған, кішігірім, содан паника болып қалды. Кішкене енді психологиялық түрде шаршайсың ғой, и ағылшыннан тақырыбын айта аламын. Комплекс object келді, pronoun, adverb келді, герунди келді, и синонимдер келді ағылшыннан. Көп рахмет. Енді Алпамыс. Тағы да сұрақ қойып өтейін едім. Мен осы ЖО-КЗ-де, дұрыс қой, иә? Иә. Тест тапсырайын. Сіздер де ағылшын мен дүниежүзі тарихынан қоспаған екенсіздер апталық тесттеріңізде. Амал жоқ, кішкене басқа матсауат пен Қазақстан тарихтан тапсырып көріп жатырмыз. Ішіне сұрақтар қандай келіп жатқанын. Соны қоса алмайсыздар ма? Біз негізі жұмыс біздің разработчиктер. Былайша айтқанда қазір біздің приложениедегі басқа жұмыстарда бар да, бірақ болашақта қосамыз деген жоспарда бар, бұйырса. Бірақ енді әзірше осы. Ренжімеңіздер. Мына жақта Айжан, ренжімесеңіз, Салтанат Алпамыс, өзіңіздің сұрағыңыз қойсаңыз. Осы тарих пәндерінен сол марттағы или январдағы сұрақтар келді ме деп сұрайын деген ғой. Тарих пәндерінен марттағы, январдағы аса көп келмеді. База толық ауысқан деп айта алмаймын. Сол баяғы сұрақтар, жаңа логичный сұрақтар ғой. Или 18-ші или 19-ші жылдардағы нұсқалар сондайлар келді деп жатыр да? Ондай әңгімелер шықты, 18-19 жылдағы нұсқалар деген. Но ол бізге онша келмеді. Оның ішінен сол Қазақстан тарих келді, біз таңертең қарадық соны. 3 сұрақ па сол келді. Және де таңғы сливтерді де қарап шықтық, шыны керек. Олардан да келді. Мәшіктен бір нәрсе айтып кетейін. Жақында Асхат Аймағамбетов, білім және ғылым министрі, білесіздер ғой, сол өзінің бір жазбасын жариялаған еді. Ол мынау туралы. Өткен жылдары жалпы бұрында түлектер көбінесе база жаттайтын еді. Себебі сұрақтар жылына бір 30%, 20% сондай ғана обновить ететін еді. Көбінесе сол базаның бұрынғы қайталанып келген сұрақтар келе беретін еді. Бірақ осы жылдан бері енді Асхат Аймағамбетов өзі келгеннен кейін енді компьютерлік форматқа өтті. Плюс база, яғни өте күрделі өзгеріске ұшырап жатыр да. Ол қандай өзгеріс? Яғни мектеп сабақтарында болмаған сұрақтарды ешкім алмайды. Мектеп сабағында болған сұрақтарды ғана алады. Бірақ сұрақ қоюдың формасы өзгерді. Сәл логикаға, яғни бұрында базаны өзгерткенде тура сол сұрақты басқаша түрлендіріп қою. Сондықтан именно логикаға
бағана оқу сауаттылығы, мат сауаттылығы қосылғанда сол себептен. Жалпы логиканы дамыту үшін қоятын сұрақтар да. Және де біздің мына жол кезектегі апталық тестті тегін қылып қойдық қой. Сол жердегі сұрақтарды оқушылар ең алғаш көрген кезде біз бұны бұрынғы базадағы сұрақтар, көрмеген сұрақтар келді, немене бәле аспаннан алып қойғансыздар ма сұрақтарды, ұбт-ның базасынан қойсаңыздаршы деп біздерге біраз ренжіген еді да. Бірақ біз бұны әдейі жасадық, чтобы оқушылардың тек қана жаттаған сұрақтарын ғана дайындалып емес, жай ғана логикаларын дамыту үшін, яғни бір сұрақтың бірнеше вариантта келуі мүмкін екенін, базада қалып қойған тек сол сұрақ қана емес, әртүрлі түрленіп келе беретіндігін айтқымыз келді. Және де алдағы уақытта тағы ұбт тапсыратындар бар болса, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, жалпы 2022-2023-те ұбт базасы деген нәрсе ұғым қалмайды былайша айтқанда. Сұрақтар өте қатты өзгеріске ұшырайды, себебі бұдан кейін сұрақтар енді логикаға жұмыс істейтін болады. Сондықтан бұрынғыдай тек қана база жаттап дайындалам, тек қана база көп оқысам, көп база сұрақтарын жаттасам, болды, мен ұбт-дан нормальный бала аламын ғой деген түсініктен жалпы арылуымыз керек. Менің сұрағым Айдараға. Мен де осы ағылшын тілін таңдап жатырмын да. Сол бүгін тапсырдым ғой ағылшын тілін. Не контекст келді ма? Келеді ғой енді ол. Қай тақырыпта болды? Жалпы қиын болды ма? Қалай болды контекст? Жалпы ағылшын тілін неше бала алдыңыз дегенде ғой. Ағылшыннан контекст Қытай туралы ма контекст келді. Вот не помню именно контекстен қанша алғаным, но контекст келді. Аса қатты қиын емес. Контекстте көбінесе жөніндегі сұрақ и мәтінге қатты байланысты болмады сұрақ. Рахмет. Жалпы ағылшын тілін неше бала алдыңыз негізінде? Білуге болады ма? Айта аласыз ба? Ағылшын менде 25-тің үстінде болды. 25. Жақсы, рахмет. Мен қазір жаңа оқушыларды қосайын, мына жақта сұрақ қол көтеріп жатқандар өте көп екен. Так, Алишер Мамбай бағанан бері қол көтеріп отыр, қателеспесем. Дана, сізді қосайын. Аяжан Болатхан қызы, Бека Қасымбеков. Бір-біртіндеп, бір-бірлеріңіз перебивать етпей сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Менің қояр сұрағым Айдана Бекешке. География базасы өзгерген ба? Соны білейін деп едім. Германия мысалға мамырда маған келді, ол қайттан келді деп жатыр. Сол рас па, база қалай өзгерген екен? География базасы ол жағын білмедім. Себебі мен географияның өзін жақында таңдадым, и географиядан мен 2019-ның базасын талдап жүргем мектепте ағайыммен бірге. Сол сұрақтар келмеді. Ол жерде сол секілді сұрақтар келді, және де азимут бойынша екі типа есеп секілді келді, и көкжиек келді. Абат мырза, сізге бір сұрақ қойып жүрсем бола ма? Алишер. Осы неде тест центрдің, яғни өзінің сайтында 21-22 жылғы грант саны шектік балл деп шығып тұр. Ал бірақ сіздер оны осы айда шығады дедіңіздер да, грант саны негізі. Грант саны осы айда шығады. Грант саны общий грант саны шығар мүмкін. И сосын шектік балдарды